Сәлеметсіңдер ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы алаш қозғалысы және қазақ революциялық демократтарының саяси көзқарастары. Түркістан автономиясы идеясы. Сабақтың мақсаты алаш қозғалысы саяси күрес екендігін, осы саяси ұйымдардың мәні мен мақсаттарын түсіндіру. Алаш ұлттық идеясының тұжырымдамалық негіздері, алаш ұлттық идеясының тарихи негіздері, қазақ зиялыларының қоғамдағы рөлі мен қызметін талдау. Алаш партиясының ұлттық мемлекеттілігін жаңғыртудағы саясатын талдау. Бағалау критерийлері. 1917 жылы ақпаннан қазанға дейінгі саяси партиялар мен ағымдардың мәнін түсіндіреді. Алаш қозғалысының тарихи сипаттамасын береді. Алаш партиясының пайда болуына ықпал етуші факторларды айтады. Түркістан автономиясына қатысты дереккөздерді талдайды, өз тұжырымдарын дәлелдейді. Деректерге сүйене отырып, тарихи қойнауына көз жүгіртеді, сыни көзбен қарастырады. Енді балалар сабағымызға да келіп жеттік. Тақырыптың өзектілігі. Алаш партиясы қазіргі замандағы тәуелсіз еліміздің мемлекет болып қалыптасуына зор маңызы бар. Ұйықтап жатқан елімізді оятуға және де тәуелсіздігімізді алудағы бастау болып табылады. Патша үкіметін отарлық езгіден құтқарудағы алға қойған саясат еліміздің ең алғашқы құрылған ұлттық демократиялық саяси партия болып табылады. Отаршылдық, империализмге қарсы күресті басқарушы ұлт-азаттық қозғалыстардың идеологтары ұлттық демократияшыл зиялылар болды. Олардың басшысы Әлихан Бөкейханов болды. Қозғалыстың белсенді мүшелері Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатұлы, Халил Досмұхамедов, Әлімхан Ермек, Жақып Ақбаев, Мұстафа Шоқай және тағы басқа. Алаш қозғалысы феодалдар мен байлардың, яғни студенттер өкілдерінің және шаруалар мен жұмысшылардың мүддесін білдірді. Олардың мақсаты қазақ елін отарлық езгіден құтқарып, өз алдына ұлттық автономия құру болды. Алаш партиясы негізінен 1917 жылы құрылған. Алаш партиясы 1905 жылы пайда болған. Алаш қозғалысының негізінде құрылды. 1917 жылы сәуірден бастап Қазақстанның жер-жерлерінде Алаш партиясының съездері өте бастады. 1917 жылы сәуірде Жетісу облыстық съезі өтті. Мұнда әлеуметтік, аграрлық ағарту мәселелерімен қатар сырттан қоныс аударуға жол бермеу, Қытайдағы босқындарды қайтару мәселелері талқыланды. 1917 жылы 27 сәуірде Семейде қазақтардың съезі болды. Онда ұлттық автономия құру мәселесі талқыланып, 1917 жылы 21 шілдеде Орынбор қаласында жалпы қазақ съезі өтті. Съезде қаралған мәселелер: мемлекеттік басқару формасы, қазақ облыстарының автономиясы, жер мәселесі, халықтық милиция, земство, халықты ағарту ісі, сот, дін мәселелері. Енді балалар қысқаша мұсылмандар қозғалысына айтып кетейін. 1917 жылы мамырда бүкіл ресейлік мұсылмандар съезі болды. Мұнда әйелдердің еркектермен тең құқығы, қалың мал мен көп әйел алуға қарсы пікірлер талқыланып бекітілді. Еңбек ету, ағарту мәселелері бекітілді. 1917 жылы қыркүйекте мұсылман ұйымдарының съезінде алғашқы мұсылман партиясы Түркістан федералист партиясы құрылды. Енді балалар жаңа тақырыпқа байланысты тапсырмаларға назар аударамыз. Мұнда ғажайып әлемі әдіс тәсілін алып отырмын. Осы әдіс тәсілде сіздерге шеңбер берілген, сол шеңберде сұрақтар болады. Сол сұрақтарға жауап берсеңіздер, ойланып осы тақырыпқа сай. Алаш партиясы негізінен қай жылы құрылды? Ойланып жауап береміз. Келесі. Бірінші сұраққа келіп тоқтады. Алашорда үкіметінің төрағасы кім? Ойланамыз, жауап береміз. Келесі. Үшінші сұраққа келіп тоқталды. 1917 жылы 5-10 желтоқсанда Орынбор қаласында жалпы қазақ съезі болды. Съезді кім басқарды? Ойланамыз. Келесі сұрақ.
Алаш партиясы негізінен қай жылы құрылды? Енді балалар, арғай сабағымызды жалғастырсақ. Енді балалар, мен сіздерге осы алаш қозғалысының қайраткерлері жайында тоқталып өтсем, Әлихан Бөкейхан 1869-1936 жылдары өмір сүрген ұлттық демократиялық зиялылардың көшбасшысы, Шыңғыс ханның тұқымы, Қарағанды облысы Ақтоғай ауданында дүниеге келген. 1984 жылы Петербург орман шаруашылығының институтын бітірген. 1897-1903 жылдары дала генерал-губернаторлығында қызмет атқарып, кейін Самарада банк директоры болған. 1905 жылы кадеттер қатарында болған, бірінші және екінші думаның депутат міндетін атқарған. Алаш партиясы және Алашорда үкіметінің төрағасы қызметін істеген. 1937 жылы репрессия құрбаны болды. Ары қарай келесі. Мұхамеджан Тынышпаев 1879-1936 жылдар аралығында өмір сүрген, педагог, тарихшы, қоғам қайраткері, Алматы облысында Қапал ауылында дүниеге келген. 1900 жылы Верный гимназиясын бітірген. 1907 жылы Жетісу губерниясының екінші мемлекеттік думаға депутат болып сайланған. 1926 жылы Түркістан теміржол құрылысына қатысқан. 1933-1932 жылдар аралығында Москва-Донбасс теміржолында қызмет атқарған. 1937 жылы сталиндік репрессия құрбаны болды. Міржақып Дулатұлы 1985-1935 жылдар аралығында өмір сүрген ақын, жазушы, Алаш партиясының құрушыларының бірі. Уфада Ғалия медресесін оқыған. Ол қазақтың тұңғыш романы Бақытсыз Жамалдың авторы. Оның Оян қазақ өлеңінің мазмұны өте кең. Енді балалар, мен сіздерге Алаш партиясы мен Алашорда үкіметіне 100 жыл атты бейнефильмді ұсынамыз. Соны көреміз. Сөйтіп, 1917 жылдың жазында Алаш партиясы құрылды. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы сияқты қазақтың либералды демократиялық интеллигенциясының көсемдері басқарған Алаш партиясының құрамына ғылыми және шығармашылық зиялыларының белгілі өкілдері Мұхамеджан Тынышпай, Міржақып Дулатұлы, Мағжан Жұмабай, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Ғұмар Қараш, Сұлтан Махмұд Торайғыр, Халел Ғаббас, Әлімхан Ермек, Жаһанша Досмұхамедұлы және тағы басқа қайраткерлер кірді. Қазақ қоғамында құрылған ұлттық саяси ұйым жалпыұлттық мүддені ту етіп, қалың жұртын Ресей империясының қанды шеңгелінен жұлып шығу қамын ойластыра бастады. Партияның бағдарламалық жобасын дайындау, қазақ ұлттық мемлекетінің құру ісіне белсенді түрде кірісу, қазақ қауымынан құрылтай жиналысында депутаттар ұсыну, оларды сайлау ісіне қажырлылықпен араластыру сынды өзекті мәселелерді күн тәртібінің басты назарына алды. Партияның бағдарламалық жобасы мен съезде қабылданған қарарлар 1917 жылдың 21 қараша күні Қазақ газетінде жарияланды. Алайда қоғамдық саяси аренада Алаш партиясы небәрі 3 айдай ғана қарқынды жұмыс істеді. Тым қысқа ғұмырында ұйымның жарғысында шығарып үлгермеді. Қазан төңкерісінен кейін Алаш арыстары партияның жұмысын емес, ақ пен қызыл болып қырқысқан Ресейдің уысынан елін шығарумен айналысып кетті. Большевиктер қашып пысқан ақ гвардияшыларды өкшелей қуып, тізгінді қолға алмай тұрған тұста қазақ зиялылары Алашорда үкіметін құрып, халқынан сүйінші сұрады. Бұл 1917 жылдың желтоқсан айы. Адамға ең қымбат нәрсе жұрт қамы, жұрт ісі. Ахмет Байтұрсынұлы. Ахмет Байтұрсынұлы 1872 жылдың 5 қыркүйегінде қазіргі Қостанай облысы Жангелді ауданы Сарытөбек ауылында туған. Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ақын, әдебиет зерттеуші ғалым, түріктанушы, публицист, педагог, аудармашы. Қазақ халқының 20 ғасырдың басындағы ұлт азаттық қозғалысы жетекшілерінің бірі. Қазақ тіл білімі мен әдебиет тану ғылымдарының негізін салушы ғалым.
ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы, Алашорда үкіметінің мүшесі. Балалар, осы бейнебаяннан өздеріне керекті мәлімет алды деп ойлаймын. Ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Енді балалар, Түркістан автономиясы идеясына келіп тоқталып өтсек, 1917 жылы 22 қарашада Қоқан қаласында болған бүкіл түркістандық 4-ші съезде Түркістан автономиясы, яғни Түркістан үкіметі құрылған туралы жарияланды. Бұл үкімет кейбір деректерде Қоқан автономиясы деп аталған. Алғашқы басшысы Мұхамеджан Тынышпаев, одан кейінгі басшысы қызметін Мұстафа Шоқай атқарған. 1917 жылы 5-13 желтоқсанда Орынбор қаласында жалпы қазақ съезі болады. Съезді Мұстафа Шоқай басқарады. Съезде Алаш автономиясы құру туралы қаулы қабылданды. Алашорданың 25 мүшеден тұратын уақытша халық кеңесі құрылды. Автономия орталығы Семей қаласында орналасатын болды. Алашорда үкіметінің төрағасы Әлихан Бөкейханов сайланды. Қазақ газетінде Алаш партиясының 10 бөлімнен тұратын бағдарламасы жарияланды. Алаш партиясының бағдарламасы: біріншісі, басқару түрі, автономия, азаматтың негізгі құқықтары, дінустану туралы мәселе, сот туралы, қорғаныс, салық, жұмысшы мәселесі, халықты ағарту, жер мәселесі. 1917-18 жылдары Қазақстанда кеңестік үкімет кейбір өңірлерде күрес нәтижесінде, ал енді бір жерлерде бейбіт түрде орнады. Кеңестік билігі Сырдария, Торғайда, солтүстік және шығыс-батыс Қазақстанда, Жетісу, тағы басқа жерлерде кеңес үкіметі орнады. Енді балалар, мен сіздерге жылдар сөйлейді әдіс тәсілін дайындадым. Мұнда көріп отырғандай суретте Әлихан Бөкейханов. Осы 1894, 1897, 1903, 1905 жылдары, 1938 жылдары Әлихан Бөкейханов атамыздың басынан қандай жайттар өтті, соны айтамыз. Келесі, Мұхамеджан Тынышпаев 1900 жылы, 1906 жылы, 1907 жылы, 1926, 1937 жылдары не болды? Өздерің ойланып, сұрақтарға жауап берсеңдер. Енді балалар, сабақты бекіту тапсырмаларына да келіп жеттік. Осы жаңа тақырыпқа байланысты өздеріне сұрақ қойсаңдар деп дайындап қойдым. Мысалы, қорытындылай келе, осы сабақта не үйрендім, не білдім, не білгім келеді деп осы сұрақтарды өздеріне түйіндеп алсаңдар. Диспуттар, осы қойылған сұрақтарға жауап бересіңдер, өз ойларыңды еркін дәлелмен жеткізесіңдер. Келесі, кері байланыс, рефлексия пирамидасын ұсынып отырмын. Бұндай тақырыпқа байланысты есте сақтау керек бір маңызды мәлімет. Менің көбірек білгім келгені 2 мәлімет. Мен білген 3 мәлімет, мен үйренген 4 мәлімет. Осы мәліметтерді өздеріңе қысқаша бір бетке жазып, маған өз ойларын түйіндеп айтып берсеңдер. Осымен сабағымыздың аяғына да жеттік. Үй тапсырмасына мен сіздерге осы Алаш қозғалысының қайраткерлері жайында 4 өлең сымағын жазып берсеңдер, одан кейін жаңағы Түркістан автономиясы жайында есте жазу, сөз жұмбақ, ребус құрастыру. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.